назым екеуміздің сөйлесіп қалғанымыз бар. Бәрінің ойы Ерлан мырза негізі қалай күн көру ғой. Қалай күн көру, қалай болашағымызды құрастырамыз. Оған деген табыс көзі, өйткені кейінгі кезде барлық қатысушылар шынымен де Қалымжан жаққа айтып кетті ғой. Не болды, ақшаң жоқ па, қаражат жағыма қайнап жатыр деген сияқты. Мүмкін іштей Қалымжан күйіп кетті ма деген ой келеді. Выгорание дейді ғой, может, сол выгораниеға жеткен шығар. Түсінікті. Енді қазір таныстықта жүрсің, жалпы екі жас бір-бірін естімеген кезде не істеу керек? Екеуі бір-біріне қарай жыртылға бару керек. Екеуі мына адамға не жетіспейді, соны беру керек. Мына адам соны біле тұра, тоже мына жаққа, мына адамның бойын не басады, сол нәрсені бір-біріне берсе, ішіндегі екі адамның жүрегіндегі нәрсе тынышталады. Мына жақта бір адам тынышталады, мына адам тынышталса, мына адамға қарай жақсы нәрселер істейді, мына адам тынышталады. Солай ғой, бір-біріне жыртылып. Қызғанғаны қаншалықты орынды деп ойлайсың? Енді әркімнің өзінің қорқынышы болады ғой. Мысалға басқа болған олардың отношениялары именно сол нәрседен қорқады да, и сол нәрседен жан-жағынан адамдар, конечно, Әйгерім деген красотка, умная, көзге көрінетін қыз. Сондықтан Юля ханым, жалпы эмоция адамды неше түрлі жерге апарады, иә, жалпы. Иә. Енді Ғалымжан мен Назым жобадан шықты, эмоциямен кетті ма, қалай ойлайсыз? Эмоциямен кетті деп айта алмаймын. Мүмкін өздері ішінде бір жинақтап жүрген ойлары болды екен. Ол әзірге түсініксіз, бірақ қызғанады деп ойлаймын негізі жандосты. Просто сенімділік деген жоқ болып тұр бұл жерде. Бірақ енді жандосты түсінуге болады, ол шынайы ғашық. Шынайы ғашықтар ол всегда сөйтіп қызғанады. Даже бар ғой, Әйгерімнің минустарын көрмейді ол мысалы. Әйгерім егер ұнатса, жандостың да минустарын көрмейтін еді. Просто бұл жерде Әйгерімде қатты сезім жоқ деп ойлаймын. Жертвалап тұрады әр адам, екі жақ бір-біріне деген қадам басу керек. То есть өзінің ғана эгосын ойламай, бір-біріне деген түсіністікпен қарау керек. Потому что мысалы маған ұнамайды, мен олай істемеймін деген ондай болмайды. Сол себепті бір-біріне деген түсініспешілік, бір-біріне деген есту андай болады, понимание. Мына жерде Аян да тұр, сен досың Аян жалпы